Қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмада мәтін бойынша негізгі ойды анықтайтын сөзге кластер құрастыруымыз керек, оны видеодан көрулеріңізге болады. Ал ой түрткі сұрақтарына жауап беретін болсақ, бірінші сұраққа ерте замандағы адамдарға қолайлы болғандығын аңғартады. Екінші сұраққа киіз үй көшпенділердің табиғатпен үйлесімді өмір сүруіне қолайлы баспана түрі болған. Үшінші сұраққа қазіргі заманда ұлттық мерекелерде және жаз уақытысында туризм саласында кең қолданылып келеді деп жауап берулеріңізге болады. Екінші тапсырмада киіз үйдің түрлері орда, ақ үй, қара үй, боз үй, абылайша. Киіз үйдің бөліктері шаңырақ, уық, кереге, сықырлауық, туырлық, үзік және түндік болып бөлінеді. Үшінші тапсырмада мәтіннен мысалдарды алып, ол жерде кідірістің қай жерде қойылатындығын көрсетуіміз керек. Байқасаңыздар, мәтінде белгішелер тұр, ол жерде белгіше дегеніміз кідірістің болатындығын білдіреді. Ал төртінші тапсырмада логикалық кідіріске отан үшін отқа түс, күймейсің. Психологиялық кідіріске мен сені күткем. Грамматикалық кідіріске абай дана, абай дара қазақта деп мысалдарды келтіріп жазуымызға болады. Ал бесінші тапсырмада глэмпинг табиғатпен үйлесімді демалыс. Ұлыбританияда глэмпинг жобаларында киіз үйді қолданады екен. Туристер қонақ үйде тұруға қарағанда табиғатпен үйлесімділікті сезіндіретін киіз үйде тұруды қалайды екен. Бұл дегеніміз туризм саласында жиірек және көбірек киіз үйлерді қолдану керек деген сөз. Ал алтыншы тапсырмаға киіз үй бөліктеріне қатысты бата тілектер көбінде жаңадан отау құрып жатқан жас жұбайларға айтылады деп ойлаймын. Мысалы, шаңырағың биік болсын, түтінің түзу шықсын, ынтымақ пен бірліктің ошағы болсын. Екінші, уығың мықты болсын, ұрпағың көп болсын, ел тірегінде ұл қыз өссін. Үшінші, керегең кең болсын, іргең берік болсын, ата дәстүрің үзілмесін. Бұл мысалдардың барлығынан жас жұбайларға айтылып тұрған ізгі тілектерді аңғаруымызға болады. Дәл осылай қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Сіздермен болған Айсәнім мұғалім.